Сәлем, баршаңызға қалдарыңыз қалай? Мен Мадина. Бүгін сіздерге лагманның тестасын қалай жасау керек екенін толық көрсететін боламын. Дәл осы рецепті пайдаланатын болсаңыздар, қамырларыңыз үзілмейді, езілмейді, мөп-мөлдір болып шығатын болады. Ал рецепті сіздерге айтқанша менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып, қолдап отырыңыздар. Ал достар, кеттік. Міне 2 кесе ұн аламын, мынандай үлкен кеседе. 2 кесе ұн аламын, және де 600 грамм кәдімгі краннан алынған салқын су. Соған 600 граммға үлкен қасықта 1 қасық, және де тағы жарты қасық тұз салам. Получается, үлкен қасықта 1,5 қасық тұз. Жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алған соң, осы сумен елейміз. Біреулер жұмыртқа қосады екен, қамыр қатты болу үшін. Мен ешқандай да жұмыртқа қоспаймын, тек қатты етіп елеймін. Және тұзды да жаңағыдай қорықпай осы үлкен қасықта 1,5 қасық салсаңыздар болады. Егер үйде адам саны көбірек болса, например, порциясын сәл көбейтсеңіздер болады. Менде дәл осы порция 5 порция шығады. Бірінші суды аз-аздан құйып, жақсылап араластырып аламыз. Бір келке етіп. Суды аз-аздан құйып отырамыз. Сол кезде қамырды қатты үйлеуге мүмкіндік көбірек болады, яғни. Лагманның қамырдың әдемі шығуы ол қамырды қатты елегеніне байланысты. Қамырды қанша әдемі қатты елейтін болсаңыз, тестасы сонша әдемі шығады. Суға пісірген кезде де езілмейді, және созған кезде де домалақ болып әдемі созылады. Егер көбірек елейтін болсаңыздар, 1 литр суға жаңағындай тұз салсаңыздар болады, 1,5 қасықтай. Менде 600 мг суға салдым. Негізі тура соны 1 литр суға салсаңыздар да болады. Менде даже сол 600 мг судың өзі артылып қалды міне. И так кішкене құямыз. Менде прям тастай су кәдімгідей. Қамырды елеуіне байланысты. Жалықпай, әдемілеп, ұзақ елейміз. Қамыр осында қатты еленеді. Одан кейін бұны кәдімгі сұйық май құйып, сұйық маймен майлап, тағы біраз кішкене елейміз. И где-то 1 сағаттай қамырды демалдырғызып қойып қоямыз. Міне, тесті әп-әдем прям жылтырап тұр. И любой пищевой пленка болсын, или осындай қарапайым пакет болсын, салып 1 сағаттай демалдырғызамыз. Міне достар, тесті өте әдемі шықты, прям